Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Менің бүгінгі сіздерге арналған түсірілім есе жазып үйренейік сериясымен әрі қарай жалғасады. Есе жазуды үйрену үшін біз мұның алдында бірнеше бейне түсірдік. Енді бүгінгі біздің айтпағымыз есе жазудың теориясын үйренген, есе жазудың құрылымын білетін оқушылардың өздері әлі күнге шейін қалай жазуды, нені жазуды, сөйлемдерді қалай құруды толық меңгере алмай жатқанын байқадық. Олай болатын болса, бүгінгі біздің әңгімеміз осы есе жазудың түрлі құралдарын одан ары қарай дамытып айту. Құрметті әріптестер, қадірлі оқушылар, бұл жазба сіздерге арналады. Әдетте эссені неден бастаймын? Есе құрылымын білемін, бірақ жазған кезде сақтай алмаймын деген сұрақтар қойылып жатады. Біз есе құрылымын жақсы білеміз. Есе құрылымы кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытынды бөлімнен тұратын. Енді біз әрі қарай не істеуімізге болады? Олай болатын болса, тыңдаңыздар. Эссені бастамас бұрын біз ең алдыменен эссенің кіріспе бөлімін жазамыз. Эссенің кіріспе бөлімі туралы Қалдықыз Есболатқызы Бишімбаева былай дейді. Эссе тақырыбын бірнеше рет қайталап оқыңыз. Тақырыбы нені сұрайды? Тақырыпты түсіндіңіз бе? Ендеше кіріспені бастаңыз. Әуелі тақырыпты түсінгеніңізді жеткізіп жазыңыз. Содан соң тезисті жазыңыз. Тезис тақырыптың өзектілігі. Тақырыптағы өзекті мәселені анықтаған соң ғана тезиске жауап беріңіз. Сіздің жауабыңыз эссенің тезисі болып табылады. Ол сіздің ұстанымыңыз, позицияңыз. Яғни эссе тақырыбының негізгі идеясы. Тезис кіріспе бөлімнің соңында жазылады. Себебі ол эссенің кілті. Негізгі бөлімде тезисті одан ары қарай талдайсыз. Олай болатын болса, мысал келтірейік. Әдетте оқушылар тезис пен сөйлемді қалай айырамыз дейді. Тезисте ой жинақталып беріледі. Бірнеше мәлімет жинақталады. Ал сөйлемде ақпарат хабарланады. Мысалы, Абай Шыңғыс тауының етегінде дүниеге келді десек, бұл сөйлем. Ақпаратты хабарлап жеткізіп тұр. Абайдың Шыңғыс тауының етегінде дүниеге келгендігін хабарлап жеткізіп тұр. Ал енді Абай қазақтың ұлы ақыны десек, бұл тезис. Бұл тезистегі талданатын нәрсе Абайдың ақын екендігі және ұлы ақын екендігін талдау қажеттігі туындайды. Әдетте эссе 300 сөз болатын болса, кіріспе 15-20% аспайды. Бұл 300 сөздің 20%, 15-20% 45-60 сөз болады. Айтқанымыз анық болу үшін кіріспе бөлімді жазған бірнеше оқушының эссесінен мысал келтірейік. Оқушы былай дейді. Эссенің тақырыбы пенденің бойында болатын жалығу қасиеті жаман ба? Деген эссеге кіріспені былай алады.
Әдебиетте Абайдың даналық сөздері ерекше орын алатыны бәрімізге белгілі. Солардың бірі қара сөздері. Қара сөз көркем әдебиеттің бір түрі. Ерекше тақырыпты қамтыған қара сөздердің бірі 20-шы қара сөзі. Ақын қара сөзде өлеңдеріне қарағанда өмір құбылыстарын терең талдап, оқиғаларды еркін баяндайды. Абай сөз қылған жалығу пенденің бойындағы жаман қасиет пе? Деп аяқтайды. Бұл мысалда бағанаға айтылған тақырыпты түсіндің бе? Түсінгеніңді жаз деген сөз мына жерде тұр. Яғни оқушының тақырыпты түсінгендігін, сол тақырып туралы нені талдайтындығын айтып тұр. Яғни Абайдың қара сөздері ерекше орын алады әдебиетте дейді. Ал солардың бірі қара сөздері. Көркем әдебиеттің бір түрі қара сөз деп тақырыпты түсінгендігін баяндайды. Одан ары қарай тезисті айтады. Қара сөзде өлеңдеріне қарағанда өмір құбылыстарын терең талдап, оқиғаларды еркін баяндайды. Абай сөз қылған жалығу пенденің бойындағы жаман қасиет пе? Деген ойды қайталап айтады. Ендеше оқушы нені талдайды? Яғни, мынау 20-шы қара сөздегі жалығу деген сөз, біздің тірек сөзіміз, пенде бұл, пенде адам, сол жаман қасиет пе? Осы негізгі тірек сөздерді талдайды. Ендеше балалар, ендеше біз кез келген эссенің тақырыбын алдымен түсініп, түсінгендігімізді өз ойымызбен беріп, содан тезис алып, келесі бөлімдерде тезисті талдайды екенбіз. Келесіде біз сіздерменен енді жаңағы осы пенденің бойында болатын жалығу қасиеті жаман ба деген эссенің негізгі бөлімін қарастырамыз. Құрметті оқушылар, оны білгілерің келсе, каналға жазылып, келесі видеоны күтіңіздер.